Баршаңызға сәлем. Бүгін біз керемет салат дайындайтын боламыз. Ол үшін керекті азық-түліктерді төменгі описаниеге қалдыратын боламын. Біз ең алдымен тарелка мен стакан аламыз және білезік кейпінде келтіріп салат дайындаймыз. Ол үшін піскен тауық етімізді майдалап турап, тарелкамызға орналастырамыз. Үстіне майонез жағамыз. Және үкіштің ірі көзінен өткен піскен картоплымызды орналастырып шығамыз. Үстіне майонез жағу керек. Ендігі кезекте піскен сәбізімізді үкіштің ірі көзінен өткізіп орналастырып шығамыз. Үстінен майдаланған грек жаңғағын сеуіп шығамыз. Және майонез жағу керек. Бұл салат өте дәмді. Жасап көрсеңіздер болады. Және дәруменге бай салат. Жаңғақтың үстіне майонез жақтықта, оның үстіне үкіштің ірі көзінен өткізілген піскен жұмыртқаны сеуіп шықтық. Жұмыртқаның үстіне майонез жағамыз және қызылшамызды орналастырып шығамыз. Қызылшадан кейін біз анар жемісін, яғни анар дәндерін үстіне орналастырып шығамыз. Осылайша біздің анардан жасалған білезік деген салатымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, өте дәмді және дәруменге бай салат. Әрі тез арада дайын болады. Кеңес беремін.